қараша 2024 жылы мен Алматы облысы полиция департаменті тергеу басқармасының бөлім бастығы полиция майоры Тоқтар жәбірленуші шақыртуыңызды айтыңызшы. Жәбірленушінің қатысуымен айғақтар сол жерде тексеру мен нақтылау тергеу әрекетін жүргіземіз. Айғақтар тексеру мен нақтылау тергеу әрекеті Талғар ауданы полиция басқармасына қарасты номер 6 учаскелік полиция пунктінің алдынан басталады. Жедел уақыт айтып бар, 16 сағат 17 минут тергеу әрекетіне жәбірленушінің өкілдері жәбірленуші қандай оқиға болды? Қысқаша айтып беріңізші. Қай жерде болды? Қамажай магазинінің алдында 3-ші қазан күні. 3-ші қазан күні түнде болды. Қандай оқиға болды? Түнде сол жолдасым маған хабарласты. 11 жарымда кетті. Шерзат осылап біреуді ұрып қойды, мұрны қанатып тез Нұрғанатты оятты. Осымен бөлмесіне барып Нұрғанатты оятамыз, мамын өтіміз. Осылай Нұрғанатқа түсіндіріп, Нұрғанат киімін киіп, әкесінің машинасын рабанның кілтін алып, сол жаққа шығып кетеді. Одан 5-10 минуттан кейін жолдасыма қайтадан хабарласам, бәрі жақсы ма дұрыс па деп. Сол кезде, иә, бәрі шешіп жатырмыз, бәрі жақсы, уайымдамаңдар дейді. Сосын біз шыдай алмадық та бір 5-10 минут өзіміз жолға шығып кеттік. Жолға шығып такси ұстадық. Такси ұстағаннан такси соның арасында тез келіп қалды. Таксиге айттым, бізді автобазаға жеткізіп тастаңызшы деді. Автобазаға білмеймін деді ол таксист. Мен жол көрсетемін деп айттым таксистке. Сосын отырыңыздар деді, сол 3 минутта ма жетіп бардық магазинге. Сосын ана кісіге жол көрсеттім. Сосын пешеходтан өтіп, Қамажай магазинінің алдына жеткенімізде уже аналар ерегесіп жатыр екен. Қамажай магазинінің алдынан 3 машина көрдім. Қандай машина болды? Hyundai, Golf, Mercedes. Ол жақта 10 шақты адам, оннан да асаттар. Сосын арасынан 2 қызды көрдім, бір топ адамдар. Сол кезде ерегесіп кетті. Кейін біреуі уже Шерзатты ұрып үлгерді. Сол кезде Шерзат оны қайтадан ұрды. Ұрылғанға сол кезде жабылып кетті. Содан жаңағы Арзал мен тағы қасындағы Нұрбол мені ұстап алды. Мама келіп қой балаларын қойсаңдаршы деп жатқан кезде аналар уже маманы қолынан ұстапты. Итеріп жіберді, ол кісі сүрініп құлап түсті. Сосын Арзал мен жаңағы Нұрбол менің қолымнан ұстап алды. Сол кезде уже Нұрғанат пен Шерзатқа аналар жабылып кетті. Оқиға барысында? Оқиға барысында бірінші Нұрғанат ұрып жатқан кезде уже ар жағынан жаңағы Арзал келіп Шерзаттың арқасынан пышақ соғып үлгереді. Нұрғанат қой тимеңдер деп жатқан кезде Нұрғанатта уже аналар жабып ұрып бастайды, тепкілеп бәрі жабылып. Сол кезде Нұрғанат арт жағынан пышақ соғады. Одан кейін Шерзат артқа қарай шегініп, жерге құлап, артқа қарай шегініп отырып қалады. Сол кезде Шерзаттың аузынан қан түкіргенін көремін. Шерзаттың қасына жүгіріп барып, құлап жатқан кезде қасына барамын. Өзі арт жағын қарағанымда сол жақ қабырғасы пышақ салынғанын көремін. Сол кезде уже Нұрғанатты ол кезде олар ұрып жатқан еді. Нұрғанат жерге құлап түскен кезде уже тепкілеп, жаңа есін жоғалды. Алар қайтадан Шерзатқа қарай келеді. Шерзатты ұрып жатады. Жаңа мылтықтың салымен басынан ұрып бір қайта бірнеше рет. Осы оқиғаны қай жерден көрсетіп бере аласыз? Қамажай магазинінің алдында. Жедел уақыт 16 сағат 21 минут. Сол Менделеев көшесі бойында орналасқан Қамажай дүкеніне жеткенге дейін бейнежазба тоқтатылды. Уақыт 16 сағат 30 минут жәбірленуші Шекаева көрсету бойынша Менделеев көшесі бойында орналасқан Қамажай дүкеніне жеткен. Жәбірленуші сіздер
келген кезде автокөлік қай жерге тоқтады? Пешеходтар тоқтады. Дауыс естімейді. Көрмейді, асықпай қатысырмыз. Çok mına жерде жиналып тұрды. Есіктің алдында. Осылай келдіңіз бе? Келген кезде қандай машина қай жерде тұрды? Машиналар? Бірінші ар жағында қараның машинасы тұрды. Одан ортада сондай үш машина тұрған. Мына жақта машина болған жоқ па? Мына жақта ар жақта магазин жақта жаңа рамон тұрды. Келген мына жаққа келеміз. Ерегесіп жатасың. Бұл жерде кім болды? Кішкене дауысын шығармаса, дауыс естілді. Адамдар тұрды, қалпа болды. Арасында екімізді көрдім. Кімдер жақтан, өзіңіз жақтан балаларыңыз кім болды бұл жерде? Жолдасым болды. Нұрғанат, балам шөлдеп одан кейін мама болды. Басқа адамдар болған жоқ па? Мен көргеніңіз, өзіңіз көргеніңіз. Көргеніміз. Содан келген кезде? Келген кезде жаңағы бірінші ұрып бастайды, ширатты. Одан шираттың аяққа қарай келеді. Жаңағы дархан деген біреу ширатты, бірінші ұрады. Шират былай шегінеді, оны ұрған кезде ол аяққа қарай құлап түседі. Одан кейін алып жабылып бері талпылып келе жатады. Мама келеді, балаларын қойыңдар деп сол кезде абзал қолынан ұстайды да мамам қолынан ұстап суды құлап түседі. Ол кезде осы оқиға болып емес, сіз қайда тұрдыңыз? Мен осы жерде мамаңыздың қасында. Содан кейін? Абзалмен бұл мені қолынан ұстап алады. Қай жерде ұстатып қалды? Сол кезде мен айғайлаймын. Абзалмен сол кезде айғайлап қыздарға қараймын. Скоро милиция шақырмайсыңдар ғой қыздар. Олар басында ана жерде таслап тұрады. Біреу машинаға келеді. Біреу жаңағы енемнің мына жағынан деген алға. Сол кезде соларға қарап милиция скоро шақырмайсыңдар ма деп соларға қараймын да сосын жаңағы абзал маған аузыңды жап сені де өлтіремін деп кетті. Сол кезде мен жұлқынып барамын да жаңағы Нұрғанаттың ширатқа қарай жүгіремін. Олар да сол жаққа қарай жүгіреді. Сол кезде олар осы жерде Нұрғанат осы жерде ұрып жатады. Осы жерде ұрады кетті. Нұрғанатқа ширатты. Сол кезде соның уже абзал кетіп шираттың арқасынан пышақ салады. Сосын Нұрғанат ширатты қорғамақшы болған кезде ауыр Нұрғанатты жабылып күреп бастайды. Ширатқа дене жарақатын келтірген кезде сіз қайда болдыңыз? Осы жерде болдым. Ағалап жатсын, тимейін деп. Сол кезде Шират артқа қарай келіп, былай отырып, жаңағы былай біраз алыстайды. Шират артқа отырады да, аузынан қан ағып. Ол қай жерде болды сол жаңағы отырған жер? Осы жер ма? Шират отырып қалады. Шират соған не болды деп былай қасына келемін да, соны жаңағы арт жағынан
жатып қалады ше. Ақшаны қарам, сол жақ қардың астын сұрасақ, шақыралған көріп. Жатып қалады, сосын ана жақта уже нұрға аттағандар кетіп келе жатады. Ана жолда нұрға есін жоғалып, сол жерде жатады. Шерзатты алып келіп, мына жерге осы жерге Шерзат құлаған кезде қайда болдыңыз сіз сол кезде? Жанымда болдым. Сол кезде нұрға... Қайда келдің сол моментте? Сол жақтан жүгіріп келемін мына жақта. Алдыңызда кім болды? Алдында бір топ адам нұрға екеуін тепкілеп ұрып жатқан. Кімді көрдіңіз нақты? Нақты Нұрпес, Арзал, Нұрбол, Дархан, жаңағы Равиль. Сол көрдім. Дене жарақатын жаңағы Шерзатқа кім дене жарақатын келтірген көрдіңіз бе? Шаппен. Кім ұрды? Абзал. Қалғандары не істеді? Қалғандары сол тепкілеп ұрып жатады сол кезде. Сол Шерзат мына жаққа жатып қалады. Нұрға тепкілеп болғаннан Нұрға есін жоғалтып, алынан бері қарай бет алады. Сосын келе жатады да, Шерзатты теуіп ұрады, сосын біреу алып мына жақтан бас жағы осылады, арт жағынан келеді, жаңағы мықтысы болады. Ұрып жатқан кезде мен Шерзатты қорғаймын деп, бер жақтан біреу қолыма тиіп, мылтықтың екінші тұрғанда Шерзаттың басына тиеді. Мылтық кімнің қолында болды? Мылтық Нұрқиясына болды. Сіз оны қай жерде көрдіңіз? Осы жерде. Бұған дейін Нұрға атқала ұрып жатқан кезінде көрдім. Бұған дейін мылтықтың атылған дауысын естідіңіз бе? Сол біз жүгіріп келе жатқан кезде сол магазин жақтан дауысын естимін, бірақ нақты кімнің қолында болғанын көрдім. Қай жақта кім атқанын көрдіңіз бе? Қай жерден атылған? Сол магазин жақта атылған. Естідіңіз тек қана. Көрген жоқсыз кімнің қолында болды? Кім атты? Көрген жоқсыз? Нұрған атты. Нұрған атты тепкілеген жер қай жерде? Ұрған жер. Одан кейін Шерзат деп болғанмен Нұрға атты сүйреп бара жатқан кезде жолдасым келіп қалады. Одан кейін жолынан адамдар шыққан кезде осы болады. Жолынан адамдар шыққан кезде. Басқа сұрақ қойыңыз. Жедел уақыт 16 сағат 38 минут айғақтар тексерумен нақтылау тергеу әрекеті аяқталды.